сәлем достар, сіздермен бірге Назиток арнасы. Бүгінгі видеомызда, яғни ауыл мұғалімінің 4-ші бөлімі, яғни соңғы бөлімі болатын болады. Ардыматтар келеді, лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчикті басып кетуді ұмытпаймыз. Сіздерге ұнайтын іздендімін, және тезірек мен 650 подписчик жеткізіп, сіздерге айтып едім ғой, мен батылға шықтым деп, қолдауларыңызды күтетін боламын, жеңіліп қалмайын. Етті қалдырмайсыздар деген ойдамын. Достар, точно біз сериалымызды бастаймыз. Бұны мен оқушыларға қалай айтамын. Мен жаңадан, яғни мен басқа мектепке көшемін. Извините, мен басқа мектепке мұғалім болып тұрмысқа кіремін. Соның бәрін мен оқушыларға қалай айтамын. Білмеймін. Бәрібірді мұңаятын шығар. Мені мүмкін жек көретін шығар. Может быть, көп бала мен жеп көруде мүмкін. Сондықтан барлығы менің кеткеніме қуанатын шығар. Бір қорқып тұрмын. Реакциялар қандай болады? Или кетпе дейма, или кете беріңіз. Жақсы болды, кетіңіз, қуанама. Мүмкін қуанбайтын да шығар. Жарайды, мен бірінші айтып көрейін. Мүмкін қуанбайтын да бұл мүмкін. Бірақ мен оларға көп жыл берген жоқпын ғой. Менің осы жерде жұмыс жасап жүргеніме небір бір апта ғана болды. Жарайды, онда айтып көрейін. Бәрібірде айтудан басқа қандай амалым бар? Олдар, қыздар, сіздерге бір нәрсе айта деп едім. Айта бер, мақсат, құлан сенде ғой. Жүріңдер сыртқа шай қоңырауға. Сол кезде сіздерге барлықтарыңа айтамын. Жарайды. Жарайды, жүр. Барымыз қоңырауға шығайық. Сосын мақсаттың айтқанын тыңдайық. Дұрыс айтады. Кеттік онда барлығымыз. Айтсақ сіздерге не болды? Не үшін бізді жаңан осы жерге? Соны айтам. Жатырыңдаршы, қыздар. Тыңдаңдаршы мені. Мен айтсай көп сізді бұрғала бермей. Короче, білетін шығарсыздар, жаңадан бізге мұғалім келді, яғни сынып жетекшіміз келді дегендей. Короче, сол кісі неге ұрсып жүр, неге қатал деп ойлайсыңдар? Соның себебін сұрау үшін келдің ба, или қалдыңдау үшін келдің ба? Жоқ, енді жай сұрап отырық қой, қазір мен де айтамыз ойымда дегенде ғой. Сіздер білмей жатып өшімін, сөзді бұрғалай бермей ойларын айтсаңдаршы. Негізі менің ойымша, қалай айтсам екен енді, жарайды айта берейінші. Бәрібір қастаспыз ғой. Короче, мен ойлап тұрмын былай. Өзі бұрыннан бері, яғни енді қаланың қызы бір және енді қаладан оққан, енді өзіншілігі бар шығар деп ойлап тұрмын да. Мен бір шетінен негізі мен де солай ойлайтынмын, мүмкін сондай да болуы мүмкін негізі. Мен қысқасы барлық біздің ойымыз бірдей сияқты ғой, былай айтқанда. Солай сияқты. Енді мен бір ретінде қоңырауды естіп қалдым да. Короче, апай жылап отқан. Біз сөйлесекшімізбен кемшін жылап отыр екен. Апайлар жүрген жоқ бақасызда? Жоқ, енді тыңдасаңшы мұқият. Тыңдап отыр қой. Көп сөзді доғаршы, Анна. Ана мақсат сөйлеп бізге барып түсіндірейін деп тұр ғой, не үшін жетады бізді, не істеуіміз керек. Короче, былай істейміз. Сол апа неге жылап отыр десеңдер, ол апа, бізден бас тартайын деп жатыр. Түсінбедім ма сөзіңді? Яғни біз мектептен басқа мектепке ауысады, бізге сынып жетекші болмайды. Басқа сыныптарға сынып жетекші болады. Не айтып тұрсың? Сынып жетекшіміз кете ма? Бір апта болды келгеніне вообще. Мен қарсымын. Егер шынымен кететін болса, неге кетеді? Кетеді бұл апай. Кетмесе екен. Біз бауырласы қалып едік. Мен де қимаймын ол апайды. Давай бетик па. Не істейміз? Бірақ қалсын сол апай. Енді тогда менде жоспар болып тұр бұтай. Айтшы, мүмкін сол жоспармен қалаба точы да? Тогда сай. Короче, былай.
былай сіз айтқан кезде мысалға типа біз білмейтіндей боламыз, типа мысалы сол сізді айтады, сол кезде біз типа отыр, не кетпеңізші, өтініш кетпеңізші, сіз бір апта бойы сіз яғни бізге бердіңіз, сізге біз бауыр басып қалдық, тіпті біз тарысты, яғни аружа тіпті сізге бауыр басып қалды, тіпті біз де бауыр басып қалдық, өтініш кетпеңізші деп жалынамыз. Сосын может быть тіпті үйіне дейін барып, торттар барына барып, жалынамыз. Сосын көңілге көтеріліп, біздің кете қалады. Шынымен бұл жоспар іске асса екен, мен де соны тілегемін. Давай бүйтіп солай істейміз ба? Онда істейік. Жақсы, онда сабақтан кейін тағы да кезігеміз, немесе қазір уже мне қоңырауға 1 минут қалды, содан кейін келесі қоңырауды тағы жалдамыз. Онда істейік. Сүртемін. Сүрте бер, қазір апай да келіп қалып жүр. Қазір қайда? Қазір қандай сабақ? Білмеймін. Тоғын сендер не білесіңдер? Қатты қуанғаннан, қатты қуанып кетіппін ғой мен. Бір сізді қатырасақ болды, мен уже шыдай алмаймын. Кетті, мен барып оқушыларға барып бүкіл шындықты айтатын боламын. Кетті. Сәлеметсіз бе, апай, не болды? Балалар, сәлеметсіздер ме тағы да? Сәлеметсіз бе, не болып қалды? Көңіл-күйіңіз бұзарып кетті ғой? Сол ғой. Әлде бір нәрсе болып қалды ма? Бір нәрсе болды дегенде өте бір аранда не болды? Қалай айтсам екен? Айта беріңіз, бізден жасырмаңыз, біз сіздің оқушыларыңызбыз ғой. Мен осы мектептен кетемін. Яғни сіздерден жетекшіліктермен бас тартамын. Сендерге ұнамай жүрмін. Мен оның барын білдім. Сізді ешкім маған айтпады. Сіз жаман бересіз. Өзіншесіз, ұрысқақсыз деп маған ешкім айтқан жоқ. Сіздер ойлап қалмаңдар, біреу айтты деп. Қысқасы, бұл менің уже соңғы беруім сіздерге. Сіздер деген ойдамын. Мен басқа сыныпқа емес, мен басқа мектептегі сыныптарға беремін. Сіз керексіз, бізге керексіз, апай, бізге. Мен бір нәрсе айтсам бола ма? Айта ғой. Не айтқы келеді? Барын айт, менен жасырма. Апай, өтініш кетпеңізші. Мен сізді өте қатты жақсы көрем. Сізде айырылғым келмейді. Сіз өте күшті бересіз. Мен басында сізгенмін. Сіздің жақсы мұғалім екеніңізді. Сіз тіпті қатал болыңыз. Бірақ кетпеңізші, өтініш. Кеткеніңізді қаламаймын, өтініш. Мен үшін хотя бұтты басқалары үшін кешірім сұраймын. Егер біз қателік жасасақ, кешірім сұраймыз. Егер біз сізге ұнамасақ, жарайды, өзіңіз біліңіз. Бірақ біз сізге ұнауға тырыстық. Және де біз сіз үшін бәріне дайынбыз. Шынымды айтайын. Дұрыс айтады. Өтініш кетпеңізші, біз сізді жақсы көреміз. Кетпеңізші, өтініш, біз сізді жақсы көреміз. Кетпеңізші, өтініш, мен сізді өте жақсы көрем. Шын ба? Шынымен де солай айтып тұрсыңдар ма? Біз шын айтып тұрмыз. Қалай айтсам екен өз ойымды?
Ұялып отырмын кішкене қысылып тұрмын сендердің алдарында. Жарайды. Қалса қалайын. Шын ба? Ура! Ес! Ура! 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 Кетпейтін болды біздің апайын. Менің жоспарым іске асты. Көрдіңдер ме? Менің жоспарым іске асты. Сендер сенбеңдер. Рахмет, көп бақса, сенің жоспарың іске асты. Біз енді осындай сөйлесуден ешқашан айырылмаймыз. Иә, дұрыс айттың, Аружан. Ес. Қатты қуанып отырмын ше. Рахмет, бізді жақсы көргеніңізге және білім бергеніңізге мың алғыс. Рахмет көп. Ал достар, сіздерге осы мен ал мұғалімінің яғни 4-ші бөлімі, яғни соңғы бөлімі ұнады деген ойдамын. Сіздерге күшті сериал дайындап қойдым. Ол жақын арада шығатын болады. Және арнама тіркелуді, және достарыңызбен бөлісуді, лайктарыңыз басуды, және қолдауды бұд кетпеңіздер. Тезірек 650 подписчикке жетіп, батылда жегіп шығайық. Сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.